Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту тақырыбын үйренетін боламыз. Қазір біз оқулығымыздағы 575-ші есептен бастап қарайық. Бізге осы есептің 5-шісін жазып алайық. 16-дан 15 көбейту 25-тен 8 бөлшекке көбейту, жай бөлшектерді көбейту. Көбейту ережесі бойынша алдыменен бөлшек сызығын ұзынырақ қылып сызамыз да, бөлшектерді көбейту ережесі алымымен көбейтіледі және бөлімімен көбейтіледі. 16 көбейту 25. Енді бөлшектің алымын және бөліміндегі қысқаратын сандар болса, біз қысқартамыз. 15 пен 25 қысқарады, екеуі де 5-ке бөлінеді. 15-ті 5-ке бөлсек 3-тен, 25-ті 5-ке бөлсек 5-тен. 16 мен 8-де солай, екеуі де 8-ге қысқарады. 8-ді 8-ге бөлсек 1, 16-ны 8-ге бөлсек 2. Тең қысқарған сандарды бір-бірімен көбейтеміз. 3-ті 1-ге көбейтсек 3, 2-ні 5-ке көбейтсек 10. Демек, біздегі есебіміздің жауабы 10-нан 3 болды. Келесі есеп бізде аралас сан түрінде келетін есептерді қарастырайық. 576-шы есеп. 3/4-1 көбейтілген 8 тең. Егер бізге аралас сан түрінде келетін болса бөлшек, онда ол бөлшекті міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Өткенде біз жай бөлшектерді аралас сандарды қосқанда, азайтқанда біз аралас сандардың бүтін бөлігімен жұмыс жасағанбыз. Ал көбейту амалы және бөлу амалы болғанда, балдар ескереміз, аралас сан міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналу керек. Олай болатын болса, 4 пен 3-ті көбейтеміз 12, 1-ді қосамыз 13. Оған көбейтеміз 8-ді. Мына жерде мұқият қараймыз. 4-тен 13 деген бөлшегіне 8 көбейтіліп тұр. Натурал сан. Егер бөлшек пен натурал санды көбейту керек болатын болса, мына натурал санның бөлімінде бір бар деп біз түсінеміз. Жарай ма? Міндетті түрде мына жерге біреуін көрсетейін, бұдан кейін біз олай жасамаймыз. 14, 4-тен 13 көбейтілген 8-де 1. Неке 1-ден 8 деген бөлшек тұр деп есептейміз. Мына жердегідей екеуін бір бөлшекке жазып алуға да болады, осы тұрған қалпында да қысқарта беруге болады. Олай болатын болса, 8 пен 4 4-ке қысқарады, 4-ке 1-ден, 8-ге 2-ден. 13 пен 2-ні көбейтсек 26, бөлімінде 1 тең 26. Келесі жағдайларда, бұдан кейінгі жағдайларда 1-ден осы тұрған қалпында қысқарта беруге болады. Келесі есеп 577. Екеуі де аралассан 2/2-ден 1, бұл үшіншісі екен. 2/2-ден 1 көбейтілген 1/5-тен 3. Бірінші және екінші бөлшектің екеуі де аралассан. Алдыменен жаңа ереже бойынша аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 2 мен 2 көбейтіледі, 1 қосылады, 2-ден 5 көбейтілген 5 пен 1 көбейтіледі, 3 қосылады, 8. Енді бір бөлшек мынандай ғып жазбайық, осы тұрған қалпында қысқарта беруге болады. 5 пен 5 қысқарады, 1, екеуіне де 1-ден, 2 мен 8 қысқарады, 1, 4. Қараймыз, бөлшектің алымында 1 мен 4 қана көбейтіліп тұр, бөлімінде 1. Бұдан кейін бізден шыққан санның мәні 4-ке тең. В тобынан шығарып бастайық. Келесі есеп бізде 584. Жақша ішінде 4-тен 3 қосу 20-дан 1 көбейтілген 2-ден 1. Балалар, есептерге қараймыз. Біздің мына шығаратын есебіміз неше амалмен орындалып тұр? 2 амал. Жақша ішінде қосу амалы бар және сыртында көбейту амалы. Демек, біз алдыменен жақшаның ішін орындап алайық. Яғни есеп берілген кезде біз былай жасап қояйық. Мына есептегі жақшаның ішіндегі өрнекті астына көшіреміз. Тең 4-тен 3 және 20-дан 1 бөлшектерін қосу үшін ортақ бөлім бізде 20 болады. Өткен сабағымызда шығардық. 20-ны 4-ке бөлеміз 5, 20-ны 20-ға бөлеміз 1. 5 пен 3-ті көбейтсек бізде 15 болады. Қоссамыз 1 мен 1-ді көбейтсек 1. Сонда 20-дан 16.
бөлшекті, осы бөлшекті жазып 2-ден 1-ге көбейтуге болады, немесе мынаны қысқартуға болады. 20-да 16 бізде нешеге қысқарады? 4-ке қысқарады. 16-ны 4-ке бөлсек 4, 20-ны 4-ке бөлсек 5. Сонда бізде 5-тен 4 деген бөлшек шықты. Екінші амал, мынау бізде бірінші деп қояқ, мына жақшаның ішін орындап алдық. Екінші амал, жақшадан шыққан өрнекті, яғни 5-тен 4-ті біз көбейтеміз 2-ден 1-ге. Тең қараймыз, бөлшектің алымы мен бөлімінде қысқаратын сандар болса, біз қысқартамыз. Қалған қысқаратын өрнек жоқ, олай болатын болса, 2 мен 1-ді көбейтеміз 2, 5 мен 1-ді көбейтеміз 5. Демек, біздің есептегі қосып бөлшектерді одан шыққан 2-ге көбейткендегі шыққан санның мәні 5-тен 2. Мына жерге теңдікке соны жазып қойсақ болады. 586 есеп осы В тобындағы. Былай дейді, көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиетін пайдаланып, көбейткішті жақша сыртына шығарып есептеңдер дейді. Біріншісін көрсетейін. 8 көбейту екен. Так, енді мына жерде біз 8,10-нан 11-ден 4 десе, біз қосу ережесі бойынша жақшаның сыртына шығармай бұл кезде қосылып кететін еді ғой. Бұл жерде бізде көбейту болып тұр. Ал сондықтан 8 жақшаның сыртына шығарамыз. Екеуінде де бар 8. Бірінші көбейткіште 8 шығып кетті де 11-ден 4 қалды. Қосамыз. 8 жақшаның сыртына шығып кетті, 11-ден 7 қалды. Тең 8-ді жазып қоямыз, көбейтеміз. Жақшаның ішінде енді орындап жіберсек болады. Екеуінде де ортақ бөлімі 1 болғандықтан бізде 11 ортақ бөлімі болады. Екеуіне де 1-ден келеді ғой. Демек 4-ке 7-ні қосамыз. Неше болады? 11. Енді қарап отырмыз. Бөлшектің алымы мен бөлімі екеуден не болып тұр? Бірдей болып тұр, иә? 11-ден 11. Ол деген сөз 1-ді береді. Тең 8 көбейту 1, демек бізде шығатыны 8 көбейту 1 тең 8-ге тең өрнектің мәні шықты. Мінекей, құрметті оқушылар, біз берілген өрнектерге байланысты қосу амалын осылай орындауға болады. Енді 589 есептен теңдеуді шешуден біреуін көрсетіп жіберейін. 4 жақша ішінде x минус 2-ден 1 тең 0-ге дейді. Ал қараймыз. 4 көбейту x минус 2-ден 1 жақша ішіне тең 0-ге. 4-ті қандай санға көбейткенде көбейтінде 0 болады. Біз білеміз, егер 2 санды көбейткен кезде, мына жерге ереже түрінде жазып қоятын болсақ, a көбейту v тең 0-ге. Қай кезде 0-ге тең болады? a 0-ге тең болса, немесе v 0-ге тең болса. Екеуінің біреу 0 болса, онда ол көбейтінде 0. Енді қараймыз, 4-тің 0-ге тең болмайтыны анық, онда жақшаның ішін 0-ге теңестіреміз. Демек, мына жаққа жазып қояқ, x азайту 2-ден 1 тең 0-ге. Бұл теңдеудің шешімі енді x тең 0-ге 2-ден 1-ді қосамыз. 0-ге 2-ден 1-ді қоссақ, 2-ден 1 шығады. Демек, мына есептің жауабы 2-ден 1 екен. Ал құрметті оқушылар, біз жай бөлшектерді көбейту және аралас сандарды көбейту тақырыбына есептер қарастырдық. Біздің келесі сабағымыз енді жай бөлшектер мен аралас сандарды бөлу тақырыбы. Құрметті оқушылар, біз осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп, келесі сабақты жіберіп алмаңдар. Келесі сабақта кездескенше.